Тоқтың жалпы төрт түрі болады. Төртке бөлінеді жалпы несі бойынша ауырлығына байланысты. Яғни біріншісі қан қысымы 20%-ке дейін түседі. Мысалы 120-да 80 болса, ол қан қысымы 90-ға дейін түсіп кетті. Екінші дәрежесінде 60 пен 80-нің арасында. Үшінші дәрежесінде 40 пен 60-тың арасында. Ал ең ауыр дәрежесі 4-ші дәреже. Бұл жерде 40-тан төмен болады. Яғни көп жағдайда ес түсінен айырылады. Науқастың жасы 25-те, яғни цефтраксонды бұлшық етке енгізгеннен кейін жағдайы күрт нашарлаған. Соны алғашқы көмек көрсететін болады. Науқасқа келеміз, яғни жағдайын бақылаймыз, яғни не мазалайтынын сұраймыз. Яғни демалуының қиындауына, яғни бас айналуына шағымданып отыр. Қалпы, яғни аяғын көтереміз, аяғын астына қойамыз. 0,18% эпинефринді, яғни адреналинді санның алдыңғы бөлігіне, яғни бұлшық етке 0,3-0,5 мг енгіземіз. Және де осын 5 минуттан кейін қайталаймыз, қан қысымын бақылай отырып. Көк тамырға венозды катетерді қойып, 0,9% 200 мг немесе 400 мг физрастворды тамшылатып енгізе бастаймыз. Келесі қадам гормональный терапия, преднизолон 90 немесе 120 мг-ға дейін, немесе дексаметазонды 12-16 мг-ға дейін физраствормен араластырып көк тамырға енгіземіз. Келесі қадам антигистаминдер, яғни супрастин немесе аллергопресті бұлшық етке енгіземіз. Жалпы эпинефрин кейде атауы 0,18%. Яғни осыны санға енгізгеннен кейін нәтижесі дұрыс болмаса, нәтижесі өте аз болса, 0,9% 19 мг физға араластырып, және көк тамырдан жаймен жібереміз. Егер де қан қысымы бұл жағдайда мүлде тағы да көтерілмесе, яғни дофаминді 400-лік физбен араластырып, екінші қолынан катетеризация жасап, жаймен капт етеміз. Яғни минутына 10 капля. Және сонымен қатар анафилактикалық шок кезінде кейде бронхоспазм болуы мүмкін. Мәселен, осы кезде не қолданамыз? Әрине, көк тамырға 0,9% 5 мг физбен араластырып, эфиринді жаймен енгіземіз. Егер бронхоспазм басылған жағдайда бірден тоқтатамыз. Және де науқасты стационарға, жедел жәрдем бригадасында болғанша стационарға жеткізгенше оның қан қысымын, пульсын және де сатурацияны міндетті түрде мұқият тексеріп отырамыз, тікелей қадағалап.